Ауыздан не себепті жағымсыз иіс шығады? Жағымсыз иістен қалай арылуға болады? Тыныс алған кезде ауыз қуысына белгілі бір химиялық заттар құрамының 90%-ын күкірт немесе басқа да қосылыстар құрайтын заттар түссе, жағымсыз иіс шығады. Негізінен жағымсыз иісі бар заттар анаэробтардан, яғни оттегісіз көбей алатын бактериялардан өндіріледі. Олар сарымсақ, көгерген ірімшік, шіріген жұмыртқа немесе бензиннің иісін еске түсіреді. Ауыздан жағымсыз иістің шығуына келесі факторларды әсер етеді. Уақыт. Түнгі уақытта сілекей аз бөлінетіндіктен ауыз қуысын тазарту процесі бәсеңсиді. Осының әсерінен таңертең ауыздан жағымсыз иіс шығып тұрады. Адамның жасы. Белгілі бір жасқа келгенде бөлінетін сілекей мөлшері өздігінен азаяды. Бұл өз кезегінде әртүрлі бактериялардың көбеюіне әсер етеді. Гормондар. Ағзадағы гормондық өзгерістерге байланысты әйелдер кей күндері аузынан жағымсыз иістің қатты шығатынын байқайды. Тағам. Кейде бұған тым тәтті, тым ащы тағамдар, кофе, ішімдік, темекі, пияз, сарымсақ және карри әсер етеді. Бұдан өзге адамның қандай тамақ жегеніне қарамастан үнемі аузынан жағымсыз иіс шығып тұратын кез болады. Мұны медицинада физиологиялық галитоз деп атайды. Ол көбінесе келесі жағдайларда кездеседі. Ауыз қуысының уақытылы тазаламағанда, әсіресе брекет, протез таққанда, антибиотик ішкенде, шылым шеккенде, күйзеліске түскенде, тісте құрт пайда болғанда. Ауыздан жағымсыз иіс шықпау үшін не істеу керек? Ең алдымен емді асқазанның жұмысын жеңілдетумен бастау керек. Тамақты уақытылы ішу, асқазан қорыты алу үшін күнделікті аз-аздан 5-6 рет тамақтану қажет. Кешкі асты ұйқыға жатардан кемінде 3 сағат бұрын ішу керек. Түнде сілекей аз бөлінетіндіктен тамақты қорытуға ағзаның күші жетпеуі мүмкін. Ал егер кешкі уақытта тамақ жеген болсаңыз, онда серуендеп қайтқан артық болмайды. Міндетті түрде таңғы асты ішу. Егер адам қарны ашқанда тамақтанбайтын болса, асқазанның сөлі жиналып, өт қисаяды. Кейін осы қышқылдар құм мен тасқа айналады. Б дәруменін көбейту. Кей адамның үнемі аузы ашып жағымсыз дәмді сезіп тұрады. Бұл Б дәруменінің жетіспейтінінің айқын дәлелі. Ауыздан жағымсыз иіс шыққан кезде қандай өнімдерді тұтыну керек және қандай өнімдерді уақытша тоқтата тұру керек. Бұл туралы келесі видеоларда айтатын боламын. Видеоны жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп лайк басып кетіңіз.